Ассалаумағалейкум қазақ елі. Қазір таңда рухани ұстаздар деген пайда бола бастады. Рухани ұстаздар. Ой, ана кісі күшті біледі, мына адам күшті сөйлейді, ана адам көп нәрсені біледі екен деп біз айтамыз да, соның артынан не істейміз? Ереміз. Соларды күндіз түні тыңдаймыз. Олар не істесе соны істейміз. Көбінесе барлық ұстаздар рухани ұстаздар. Рухани ұстаз. Сен ананы істеме дейді. Сен мынаны істеме дейді. Сен алай жүр, сен былай жүр деп айтады. Мен бұл жерде бір-ақ нүкте қоямын. Егер бір ұстаз, рухани ұстаз дейді, сізге өміріңізге араласып, ананы істе, мынаны істе, ананы істесең анандай болады, мынаны істесең мынандай болады деп сізді тәуелділікке алып келсе, ол рухани ұстаздық емес. Ол сізді тәуелді қылды. Тәуелділік бар жерде еркіндік жоқ. Жаратқанның, Алла тағаланың құдіреті тек қана еркін жүреді. Ол жерде тәуелдік болмау керек. Ол жерде қысым болмау керек. Жан еркін жүру керек. Рух сонда шыңдалады. Рух сонда сөйлей бастайды. Тәуелдік бар жерде рух жоқ. Тәуелділік жоқ жерде рух бар. Естеріңізде болсын. Келіңіздер, жазылыңыздар.